Жасаған блинчиктеріңіз дұрыс шықпай жүрген болса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан жұмсақ және де ажурный болып шығады. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқа, қант, азғана тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Келесі кезекте сұйық май және де жылы сүтіміздің жартысын ғана қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте міндетті түрде електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң жаңағы қалған сүтіміздің жарты бөлігін және де ұнымыздың қалған екінші бөлігін салып, тағы да венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Ендігі кезекте қайнап тұрған су құямыз. Одан соң шай қасықты қатты толтырмай ұшымен ғана ас содасын салып, тағы да жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай сұйық масса болуы қажет. Табамызды жақсылап қыздырып алып, бір ожаудан құйып, блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Бұл жерде маңыздысы біздің блинчик пісіретін табамыздың да